Сәлем достар, балаларыңыз таласып тұрып жейтін өте дәмді корндок рецептін сіздерге ұсынамын. Егер сіз қамырмен алысқыңыз келмесе, онда бұл рецепт сіз үшін. Ыңғайлы ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель салып, араластырамыз. Қалауларыңызға қарай 1 шай қасық паприка салуға болады. Барлығын араластырамыз. 200 грамм ұн салып, тағы да араластырамыз. 200 мл сүт құямыз. Тағы да біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Егер массаңыз тіпті сұйық болып кетсе, онда тағы біраз ұн қосамыз. Біздің қамырымыз осындай қою қаймақ сияқты болып шығады. Енді кез келген өзіңіз қалаған сосискиді таңдасаңыз болады. Барлығының ортасынан 1 рет бөліп шықтым. Және осындай арнайы шпажкаға барлығын қадап шығамын. Осылай барлығын алдын ала дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға бірінші қамырға осылай аунатып, бірден майымызға салып, 2-3 минуттан қызарғанға дейін пісіріп шығамыз. Осылай қызарып, керемет дәмді болып, өте әдемі болып шығады. Кез келген соус қолданып жесеңіздер болады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап көріңіздер. Ас болсын.